Қазір біз Kimi жасанды интеллект қарастырамыз. Google іздеуге Kimi K2 жарым деп 2.5 таңдасақ, бірінші сайт шығады. Сол Kimi сайтында бұл жасанды интеллекттің тағы бір ерекшелігі, барлық нені жаңағы қымыжыны жасап береді біздің стандарт бойынша. Енді міндетті түрде бұған тіркелу керек. Сосын сіздерге бір лайфхак айтайын. Кез келген жасанды интеллектте платформада почта көбінесе сұрайды. Сол почтаны бірнеше почтаны создавать етіп жасап, сол почтаны жаңағы қолдансаңыздар болады. Сөйтіп мына Кимиға маған ұлы отан тарихы туралы қымыжы жасап бер десеңіз, бұл да бірден біздің шаблонымызға сай, стандартымызға сай қымыжының форматын жасап береді өте тез. Сонымен қатар слайдты да жасайды, тапсырмаларды да жасайды өте тез. Бұл жасанды интеллекттердің артықшылықтары өте тез болып саналады. Міне қарасаңыздар, барлығын жасап береді, нені қою керек екенін, тіпті оқушыларға не айту керек, оқушыларға қандай бағытта беру керек екенін көрсетеді. Сосын презентацияны HTML деген, яғни жаңағы өзіңіздің ноутбугыңыздың парақшасына бетіне сақтап қойып, интернетсіз жасасаңыз, жаңағыдай жақсы көрініспен жасап береді. Мысалы, бірден презентацияның мағлұматын жазып бердім, мында жазамыз, бірден презентация жасап берсе, бірден кодты ойластырады, бірнеше рет кодты ойластырып, сол кодпен сілтемені баса саласыздар, сол сілтемеде бірден презентация шығады. Қазір кішігірім уақыт алады, қараңыздар. Көрдіңіздер ғой, міне жасап жатыр. Кодтау жасап жатыр, Python кодтау. Бұл Kimiдің ерекшелігі, мына сол жағында қарасаңыздар, веб-сайт жасауға болады, құжаттар, докс деп тұр, құжаттар жасауға болады, слайдс деп тұр, слайдтар жасауға болады, презентация, sheets деп тұр, таблица жасауға болады. Deep research дейді, ол сіз ғылыми жобаға тереңірек зерттеу жасау үшін де өте қызықты ақпараттар, нақты күшті ақпараттар береді. Сонымен қатар міне кішкене Pythonмен біраз кішігірім уақыт алады, себебі олар қарасаңыз қазір күшті қылып сізге презентация жасап береді. Міне қарасаңыз, бірден өте әдемі қылып презентация жасап берді.